Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз tuple, яғни кортеж деп аталады. Кортеж тізімге өте ұқсас, бірақ та бұның элементтерін өзгертуге болмайды. Кортеж ашайық. Кортеж мынандай жай жақша қою арқылы ашылады. Ішіне элементтер жазып шығайық. Экранға шығарсақ, принтті, міне, кортеж, типін көрейік. Tuple. Енді элементін бағанаға ауыстырып көрейік. Екінші элемент алайында 5-ке ауыстырайын. Қате береді. Мінекей. Кортеждің элементін ауыстыруға болмайды дейді достар. Енді кортеждің тізімге қарағанда тағы бір айырмашылығы, ол компьютердің жадынан тізімге қарағанда азырақ орын алады. Мұны қарап көрейік қазір. Мен тура осындай элементтерден тұратын тізім ашайын. Енді компьютерде қанша байт орын алатынын салыстырып көрейік. Алдымен кортежді шығарайық. Компьютер жадында қанша байт орын алатынын білу үшін төменгі сызықты 2 рет қоямыз. Size of деп жазамыз. Қайтадан 2 сызық қоямыз да бос жақша қоямыз. Мінекей. Дәл осылай. Енді тізім қанша байт алатын шығарайын экранға. Қосып көрейік. Міне. Кортеж бізде 32 байт орын алады екен, ал тізім болса 40 байт орын алып тұр. Сонда тізімге қарағанда азырақ орын алды бізде. Кортежде де тізімде қолданылған әдістерді пайдалануымызға болады. Индекс арқылы шығаруымызға болады. Алғашқы индексін шығарайық. Соңғы индексін шығаруымызға болады тағы да. Кортеждің ұзындығын білуімізге болады. Length 5 элементтен тұрады екен. Сонымен қатар элементтерді санауымызға болады. Қанша 3 бар екен. Тағы 3 қоса салайын. Үш бар екен. Белгілі бір элементтің индексін табуыма болады. Индекс 4 индексін табайық. 3-ші орында екен 0, 1, 2, 3. Көріп тұрғандарыңызға дәл тізім сияқты, бірақ тек қана элементтерін ғана ауыстыра алмайсыз. Ал енді тізімнің ішіне жол жазып қойайық, мысалы hello деп. Print. Қарап тұрсаңыздар, тек қана болмаған жолды ғана шығарып бере салды, я? Бұны қалай енді кортежге ауыстырамыз? Оны ауыстыру үшін алдына tuple деп жазамыз. Tuple. Мінекей, кортежге ауысты. Әрбір символын жеке-жеке бөліп бізге жазып берді. Енді достар, мысалға көшейік. Естеріңізде болса, бала күнімізде Сулифа деген ойынды ойнайтынбыз. Орысша атауы, тағы бір атауы камень, ножницы, бумага. Енді сол ойынның программасын жасап, компьютермен ойнап көрейік, достар. Алдымен компьютер тас, қайшы, қағаз үшеуінің біреуін кездейсоқ түрде таңдауы қажет. Ол үшін рандом қолданамыз. Import random. Енді ойын бізде қайталанып тұру үшін while циклін қолданамыз. Сонымен қатар қолданушы
өзі анықтайтын болады, ары қарай жалғастырғысы келеді ме, келмейді ме екен. Ол мынандай айнымалы болсын, should continue. Жоғарғы жағына осы айнымалыны ашып қояйық. Бастапқы мәні ақиқат болсын, true. Енді қолданушыдан сұраймыз. Тас, қайшы, қағаз үшеуін біреусін таңдаңыз деп. User айнымалысын ашып қояйын. Ол input арқылы енгізеді бізде. Бұлай болсын. Тас. Тас. S. Қайшы. Және paper қағаз. Ал егер қолданушы қате беріп қойса, мысалы басқа бір сөз жазып қойса, онда былай жазамыз. Егер қолданушы not in, мұнда тізім аша салайық. Үшеуінен басқаны таңдап қойса, онда экранға қате деп жазайық. Қате. Содан соң программа ары қарай жүрмей, қайтадан цикл басынан басталу үшін continue деп жазамыз. Сонымен қатар қолданушы кейбір әріптерді үлкен регистрмен, ал кейбіреуін болса төменгі регистрмен жазып қоюы мүмкін. Мұндай жағдайда тағы да қате болып қалмау үшін қолданушы жазған әріпін бірден төменгі регистрге ауыстырып тастаймыз. Lower деп жазамыз. Әрі қарай кеттік. Қолданушы өзінің элементін таңдады, енді компьютер таңдау керек. Comp деп ашып қояйын, айнымалы. Ол бізде кездейсоқ түрде таңдайды. Random нүкте choice деп жазамыз. Choice дегеніміз тізімнің ішіндегі элементтердің біреусін таңда дегенді білдіреді. Осының арасынан бір элементті таңдап алады ол. Сонымен, ал енді компьютер таңдаған жауапты экранға шығарайық. Print comp. Енді осы жерде бағанағы картежімізді қолдана отырып, жеңетін комбинацияларды теріп жазамыз. Win деп жазайын. Ол жеңетін комбинациялар бізде тізімнің ішінде сақталатын болады. Өзіңіз білесіздер, тізімнің ішінде кез келген типтегі айнымаларды жазсаңыз болады. Мейлі ол бүтін сан болсын, мейлі картеж болсын, мейлі тізімнің ішінде тізім болсын. Тізімнің ішінде картеж ашамыз. Қағаз бізде жеңеді. Тасты. Тас бізде жеңеді. Қайшыны. Ал қайшы болса бізде жеңеді. Қағазда. Мінекей, жеңетін комбинацияларды жазып шықтық. Енді бар болғаны компьютер мен қолданушының жауаптарын бір-бірімен тексере саламыз. Егер екеуі де бірдей жауап берді делік. Егер user тең болса компқа, мұндай жағдайда ол бізге шығарады. Print тең ничия. Әйтпесе elif, әйтпесе егер мына қолданушы мен компьютердің жауабын картеж түрінде береміз. Ішіне жазамыз user comp in win дейміз.
Яғни, мына юзер мен комптың берген жауаптары мына комбинациялардың ішінде болса дейміз. Осының ішінде болса, онда кім жеңді? Онда біз жеңдік. Print үлкен әріптермен жазып қояйық. Сіз жеңдіңіз. Әйтпесе, мен жеңдім деп айтады компьютер. Print мен жеңдім. Қосып көрейік. Тас, қайшы, қағаз, қайсын таңдайық? Қағаз таңдайық. Сіз жеңдіңіз. Ол бізде таңдапты тасты. Енді біз таңдайық қайшыны. Компьютер жеңді. Енді таңдайық. Тағы да компьютер жеңді, ол П-ні таңдапты, қағаз таңдапты. Қате беріп қойсам, қате дейді. Мінекей. Енді ойын қолданушының берген жауабына байланысты жалғасып не тоқтап отыру қажет. Ол үшін мына should continue анималсын қолданамыз. Енді бұған қолданушының берген жауабына байланысты тексереміз. Жалғастырасыз ба? Жалғастырасыз ба деп сұрайық. Ол жауап берсін. Yes, no. Қолданушының берген жауабын бағанағындай төменгі регистрге ауыстырып тастаймыз. Енді қолданушының берген жауабын дәл осы жерден салыстыра салайық. Yes болса дейміз. Сонда қолданушы yes деп жазсам, мына жерде жауабы true болады. True болғандықтан қайтадан ары қарай жалғаса береді. Ал егер қолданушы басқа no деп жазып қоятын болса, бірден мына айнымалымыз false болады да, while цикліміз орындалмайды. Қосайық. Жалғастырасыз ба? Yes. S. Компьютер жеңді. Жалғастырасыз ба? Жоқ. Мінекей, сонымен ойынымыз аяқталды, достар. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Келесі сабақта кездескенше.